Барселона быйыл чемпиондығын қорғайды. Каталониялықтар команда капитаны Тер Штеген мен вице-капитан Рональд Арауходан құтылғысы келеді. Чемпиондар лигасында финалға дейін барады. Жарақат алған ойыншылар қашан оралады? Бүгін осы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерден арнаға жазылуды, лайк басуды және видеоның астына пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Бұл біздің контенттің көп қаралым жинап, арнаның дамуына көмектеседі. Ал біз сіздерді қазақ тіліндегі футбол контентімен қуантуды жалғастырамыз. Ханси Фликтің бандасы өткен маусымдағы қарқыны жоғалтпай, бұл маусымда да жақсы бастады. Әрине, Ла Лига маусымын дегеніміз дұрыс болар. Бастапқы 7 ойында бір-ақ рет ұпай жоғалтты. Ал кеше көш басындағы командалармен иық тірестіріп келе жатқан Вильярреалды 2-0 есебімен ұтып, 2025 жылды Испания чемпионатының көшбасшысы ретінде аяқтады. Реалдан 4 ұпайға, Атлетикодан 9 ұпайға озып кетті. 4-ші орындағы Вильярреалдан 11 ұпайға ұзағанымен Сары субмариндерде артық 2 матч бар. Осы уақытқа дейінгі нәтижелеріне келсек, каталониялықтар 18 турдың ішінде Реал мен Севильядан ғана жеңіліп, Райо Валлеканомен тең ойнады. Ал қалған 15 матчтың бәрінде жеңіске жетті. Ал олардың басты бәсекелесі саналатын Реал жағдайы мәз емес. Эль Классикода жарайды, басым түсті. Биыл да Барселонамен бәсекелесе алмайтын секілді олар. Ойындарынан тұрақсыздық байқалады. Ойыншылардың саны бар, сапасы да бар, бірақ ойыны жоқ ойыншылар. Не де болса, Барселона 2025 жылды бірінші орынмен аяқтап отыр. Бірақ Барселонаның чемпиондар лигасындағы жағдайы мәз емес. Алғашқы турда Ньюкаслды, кейін Олимпиакос тұтқанымен ПСЖ-дан, одан қалса Челсиден масқара болып ұтылды. Брюггемен тең ойнаған кезде болды. Абырой болғанда соңғы матчында Айнтрахтты әрең ұтып алды. Әзірге 10 ұпаймен 15-ші орында тұр. Алдағы 2 турда Славия Прага және Копенгагенмен кездеседі екен. Екеуін жеңіп алып, 6 ұпай жинаған күннің өзінде алғашқы 8-лікте тұрған командалар Ханси Фликтің шәкірттеріне өз орнын беретін түрі жоқ. Соған қарағанда Блауграна плей-офф кезеңіне тікелей емес, өтпеді матч арқылы шығуға тырысып көреді-ау. Каталониялықтар Испания кубогында да бақ сынауда. Бірақ бұл жақта жағдай тұрақты. Алғашқы матчына Гвадалахараны 2-0 есебімен 1-8 финалға шығып қойды. Ол жақтағы қарсыласы әзірге белгісіз. Бұл турнирде Ханси Флик қосалқы құрамның ойыншыларына мүмкіндік беруде. Реалдағыдай тым көп болмаса да Барселонада да кадрлық мәселелер болып жатыр. Кеше ғана Андреас Кристенсеннің ұзақ уақытқа қатардан шыққаны белгілі болды. Крест байламын үзіп алған Даниал қорғаушы маусым соңына дейін қатардан шығып қалды. Жоан Лапорта былтыр негізгі құрамда ойнап, жазда Сауд Арабиясына кеткен Иниго Мартинестің орнына қорғаушы алып бермеді. Ал сеніп отырған вице-капитаны Рональд Араухо өз-өзімен қуып кетті. Әсіресе Челсиге қарсы маңызды ойында қызыл қағаз алып, Ханси Фликтің ғана емес, бүкіл Блауграна жанкүйерлердің зығырданын қайнатты. Сол кездесуден кейін әлеуметтік желілерде уругвайлық Центрдефтің психологиялық тұрғыдан үлкен мәселелерге тап болғаны туралы ақпарат тарады. Сондықтан да қазір жарақаты болмаса да ешқандай матчтарға шақырту алып жүрген жоқ. Каталониялықтар қаңтар айында одан құтылуға тұрсады. Кезінде Бавария 80 миллион евро ұсынғанда құтылу керек еді. Қазір өкініп жүрген шығар. Мартинес пен Араухоның мәселесін ескерсек, Кристенсеннің қатардан шыққаны Барселона үшін ауыр соққы болып тиді. Қазір Флик мырза орталық қорғаушы ретінде Пау Кубарси мен Жерар Мартинді ойнап жүр. Ал Эрик Гарсия жартылай қорғаушы ретінде өнер көрсетуде. Сол себепті бас бапкер клуб басшылығынан қаңтар айында қорғаушы алып беруді талап етіп жатыр деген ақпарат бар. Сол аяқпен ойнайтын Центрдеф болса тіптен жақсы деп отыр екен. Негізгі кандидат ретінде Астон Виллада жүрген Пау Торресті қарастырып жатыр. 28 жастағы қорғаушы үшін Испания бөтен ел емес, туған жері. Оның үстінде кезінде Вильярреал академиясынан тәлім алып, ұзақ жылдар бойы сол клубта доп тепті. Сондықтан Ла Лигаға бейімделу жағынан ешқандай проблема болмайды. Қазір Астон Виллада испаниялық маман Унай Эмеридің басшылығымен негізгі құрамда ойнап жүр. Барселонаның стиліне дәл келетін қорғаушы десек те болады. Трансфер жүзеге асып жатса, қорғаныс шебінде Пау дуэті, Торрес пен Кубарси өнер көрсетейін деп тұр. Жарақат Блаугрананың негізгі футболшыларында айналып өтпеді. Қыркүйек айында тізесін ауыртып алған Гави ақыры дегенде ота жасатып 4-5 айға қатардан шықты. Бәрі жоспардағыдай болса,
ақпан айында қатарға қосылатын шығар. Педриде де жарақат қайта мазалауда. Қараша айында 4 матчтан шет қалған еді. Бұл жолы Вильярреалмен болған ойынға қатыспады. Бірақ жарақаты ауыр емес дейді. 2026 жылғы алғашқы ойынға дайын болады деген болжам бар. Ал Дани Ольмо Атлетикоға қарсы матчта маңызды голды соққан кезде иығын шығарып алды. Құлап тұрып тепкен еді ғой, естеріңізде болса. Желтоқсанның басында 3 аптаға қатардан шықты деп хабарлаған еді. Ол да Педримен бірге келесі кездесуге қатысатын шығар, бәлкім. Вице-капитан деген Араухо жынданып кетті. Ал нағыз капитан ше, оның да жағдайы мәз емес. Тер Штеген жазда алған жарақатынан желтоқсан айының басында бір-ақ аяқты. 2 матч қосалқы құрамда отырып, Гвадалахараға қарсы ойынға бір-ағынан шықты. Флик оны тек осылай кубок ойындарына шығаратын секілді. Себебі Жоан Гарсияны ақша құртып бекерден бекер алған жоқ. Үмітті ақтап жатыр. Ал Тер Штегеннің жасы келген, жиі сынып қала береді. Оған қоса командадағы ең көп жалақы алатын 5 ойыншының қатарына кіреді екен. Барселонада ең көп жалақыны Роберт Левандовски алып отыр. Жылына 28 миллион евро. Одан кейін Френки де Йонг 19 миллион, Ламин Ямаль 16-7 миллион. Кейбір дерек көздер 33 жастағы голкипердің жылдық жалақысын 9 миллион евро деп көрсетсе, кейбір жерлерде 6 миллион деп жазылған. Барселона қосалқы құрамда отыратын қақпашы үшін көп ақша төлегісі келмейді. Ол түсінікті. Оның үстіне Жоан Гарсияны алмастыра алатын арзан нұсқадағы Войцех Щенсный бар емес пе? Оның жылдық жалақысы 3 миллион евро екен. Енді каталониялық клуб оған ойын уақытын бермей қаңтар айында құтылуға тырысады. Кет дегенде ит те кетет деген сөз бар емес пе? Неміс қақпашысы жағдайды бұл сөзге дейін жеткізбей өз еркімен кететін шығар. Алда әлем чемпионаты келе жатыр дегендей, Мануэль Нойер ұлттық құрамадағы мансабын аяқтап, Тер Штегеннің күні туды ма дегенде бұл мүмкіндікті пайдалана алмаса ұят болайын деп тұр. Бірақ Германия құрамасының қақпасын күзету үшін тұрақты түрде ойнау керек қой. Юлиан Нагельсман тек Испания кубогында ғана ойнайтын қақпашыны шығара салмайды ғой. Барселона кубок ойындарына қатты көңіл бөлмейді. Айына бір-ақ рет болады, қосалқы құрамдағы ойыншылар ойнайды. Сондықтан кез келген сәтте турнирден ұшып кетуі мүмкін. Тер Штеген қу тізесін құшақтап, қосалқы құрамда отыра ма? Бұл клуб үшінде, неміс қақпашы үшінде тиімсіз. Қазір Германия құрамасының қақпасын 35 жастағы Оливер Бауман қорғауда. Сондықтан Тер Штегенге ортанқол командаға барса да, әйтеуір ойын уақытын алып жүрсе, ұлттық құрамасының бірінші нөмірлі қақпашысы атанатын мүмкіндігі мол. Естеріңізде болса, жазда Тер Штеген мен Барселона арасында жанжал болған еді. Блауграна Ла Лига басшылығына капитанның жарақат салдарынан 4 айға қатардан шыққанын хабарлап, оны уақытша тізімнен шығара тұрып, орнына Жоан Гарсияны тіркемекші болған еді. Бірақ неміс қақпашысы бұл есепке қол қоюдан бас тартып, каталониялық клуб Гарсия былай тұрсын, Щенсныйды да тірке алмаған болатын. Осылайша бірінші турда Барселона қақпасын кім қорғайды деген мәселе пайда болды. Клуб басшылығы осы қылығы үшін Тер Штегенді капитандық белгіден айырып тастады. Тағы басқа жазалар қолдануды көздеді. Содан бері қос тарап арасындағы жағдай шиеленісіп тұр. Оған қоса 33 жастағы қақпашының әжептеуір жалақысы бар. Енді не болатынын қаңтар айындағы трансфер кезеңінде көреміз. Осымен жыр болған Тер Штегеннің мәселесін жабайық. Ламин Ямальдың да төңірегінде біраз әңгіме болған еді. Бірақ қазір жағдай бір қалыпқа түсті. 18 жастағы футболшының алаң сыртындағы, яғни жеке өміріндегі әрекеті мен айтқан сөздері Барселонаға ұнамаған екен. Соның салдарынан клуб басшылығы мен Ямальдың агенті Жорже Мендеш оның әлеуметтік желіге салатын дүниелерін, берген сұхбаттарын бақылап отырады. Қазір Ламин кішкене басылып, бар назарын футболға аударуда. Жақында ғана Ла Лиганың қараша айындағы үздік ойыншысы атанды. Үздік демекші, қазір Ферран Торресті жақсы ойынымен көзге түсіп жүр. Челсиге қарсы ойынға 100%-дық мүмкіндіктен гол соға алмай, тормоз болған еді. Одан кейін Атлетикоға гол соғып, Бетиске хэт-трик жасап, қайтадан Торрес болды. Ханси Флик соңғы матчтарда Ферранды негізгі құрамнан шығарып жүр. Қазір испаниялық шабуылшының Ла Лигада соққан 11 гол бар және үздік сұрмергендер тізімінде Мбаппеден кейін екінші орында тұр. Левандовскиде 8, Ямаль мен Рафиньяда 7 гол бар. Роберт Левандовскидің Барселонадан кететін күні алыс емес секілді. Поляк шабуылшының Блаугранамен келісім шарты алдағы жазда аяқталады. 37 жастағы футболшы мансабының соңғы бөлігінде жақсы ақша тауып қалу үшін МЛС немесе Сауд Арабиясына кететін шығар.
Фликтің 25 жастағы Ферранға көп мүмкіндік беріп жүргені де тегін емес секілді. Левандовски кетсе, Жоан Лапорта оның орнын басатын шабуылшы алып бере алмау мүмкін. Сондықтан Ферранмен ойнауға тура келейін деп тұр. Мардымды ақша бөліп, трансферлер жасай алмайтын Барселона мен жақсы жетістіктерге жетіп жүрген Ханси Фликтің еңбегін атап өтпеске тағы болмайды. Барымен базар қылып, алғашқы маусымда Испания ішіндегі барлық трофейлерді жеңіп алды. Біраз ойыншыны жақсы қырынан ашты. Анандай косячник Араухомен біраз трофей ұтып алу деген енді ол кәдімгідей жетістік. Сол үшін Ханси Фликке ду қол шапалақ. Барселонаның Фликке көңілі толады. Онымен өткен маусымның соңында еңбек келісім шартын 2027 жылдың жазына дейін ұзартып алған болатын. Жоан Лапорта Хансимен әрі қарайда жұмыс істей беруге дайын. Бірақ неміс маманы әзірге үн қатпай отыр. Ақша, трансферлер жоқ жерде жұмыс істеу кез келген бапкер үшін қиын ғой. Басқасы Барселона қаңтар айында бір орталық қорғаушы алмаса қиналып қалайын деп тұр. Жаңағы Пау Торрес бұлар үшін керемет нұсқа болып тұр. Тер Штеген, Рональд Араухомен қоштасып, жалақы фондында әжептеуір түсіріп алуға болады. Басқа позицияға жаңа футболшылар алуға шамасы жетпейтін шығар. Торресті алса қуанайын деп тұр Барса фандар. жыл Блауграна үшін сәтті аяқталды. Енді жаңа жылдағы алғашқы ойынын 3 қаңтарда Эспаньолға қарсы өткізеді. Айтпақшы, Барселонада 2026 жылды трофеймен бастайтын керемет мүмкіндік бар. Каталониялықтар Сауд Арабиясында Испания суперкубогы үшін таласып көреді. 7 қаңтарда жартылай финалда Атлетикпен күш сынасады. Билбаоның клубын жеңіп жатса, финалды Реал Атлетико жұбының жеңімпазымен кездеседі.